Баршаңызға сәлем бердім. Бүгін мен кәдеден тіске басар дайындайтын боламын. Өте жеңіл жасалу жолы және пайдалы десем де болады. Ешқандай майға қуырмаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сонда менің жаңа шыққан видеом сіздерге көрініп тұратын болады. Енді кәдімізді осылай қабығын ашып, екі шетін алып тастаймыз. Кейін қалыңдығы осындай қылып турап шығамыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, осылай жайып шығамыз. Екі бас сарымсақты үккіштен өткіземіз, ең кішкентайынан. Жүз 150 грамм сиырды үккіштен өткіземіз өстіп. Екі немесе 3 қасық ас қасығымен қаймақ дүкеннің немесе майонез қосуыңызға болады. Барлығын жақсылап араластырып қойып қоямыз. Кабачкелерге тұзды сеуіп шығамыз. Біркелкі етіп, кейін салмамызды бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Міне дайын болған кабачкелерді духовкаге 200 градусқа 15-20 минутқа қоямыз. Міне осындай болып шықты. Өте дәмі жұп-жұмсақ, күшті, аузымызда ерейді. Майға қуырғаннан көрі осылай жасаған өте пайдалырақ денсаулығымызға. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.